Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай тюльпанды болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар достар. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сармай қажет болады. Оның үстіне су құямыз, сосын тұз саламыз және мен ұнды алдын ала еліктен өткізіп алдым. Сіздер де еліктен өткізіп алыңыздар. Ұнды бөліп сала отырып қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз қатты қалың болмау қажет және қатты болып кетпеу қажет және тым жұмсақ болса да болмайды. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шығу қажет. Енді бұл қамырды мен алып, кішкене ғана 10-15 минутқа демін алдырғанша бетін жауып қоятын боламын. Оған дейін біз ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін фарш және пияз қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша картоп қоссаңыз да болады, бірақ мен картоп қоспадым. Айта кететін жағдай, егер де сіздер салмасына пиязды көп қосатын болсаңыздар, енді әрине мөлшеріне қарай, бірақ көптеу болғаны жақсы. Сол кезде сіздердің самсаларыңыз дәмді, сочный болып шығады. Міне біздің салмамыз дайын, пиязды торадық, фаршты салдық, енді тұзды саламыз және жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырғандарыңыз жақсы, өйткені пиязды езіп, суын шығарып, сондай әдемі күшті етіп жасасаңыздар, самсаларыңыз өте дәмді болып шығады. Ал енді қамырымызды алып, оны кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Ал енді бөліктерге бөлген қамырларды кішкене ғана дөңгелетіп әдемілеп аламыз да, сосын қамырды жаюды бастаймыз. Ал енді жайылған қамырды пышақпен бір шетін кесіп, ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей бір шетін қайыра отырып, дөңгелетіп әдемі тюльпан ретінде жасайтын боламыз. Екінші қамырды көрсетемін қазір. Қамырды жайып, бір шетін кішкене ғана кесіп, ішіне салмасын салып, салмасын көп салмасаңыздар, жақсы әдемі болып жиналады. Бір шетін қайырып, жабыстырып аламыз да, кішкене ғана дөңгелетіп, видеодағыдай жасайсыздар. Сосын астын кішкене қысып қоямыз. Міне біздің тюльпандарымыз дайын болды. Осындай болып шығады. Барлығын осылай түйіп шығамыз. Міне біздің тюльпанды самсаларымыз дайын. Енді оның бетіне жұмыртқаны жағып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне күншут немесе мак сепсеңіздер болады. Тіпті ештеңе сеппесеңіздер де әдемі болып шығады. Сосын дайын болған тюльпан самсаларымызды қызып тұрған пеште жарты сағаттай, 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің самсамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.